Жарты ғасырлық тарихын таразылады. Еліміздегі іргелі білім шаңырағы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіне 50 жыл. 1972 жылы педагогикалық институт ретінде ашылған болатын. Кемелдене келе 1999 жылы университет санатына көтерілді. О баста бар жоғы 256 студент қабылдаған жоғары оқу орны еді. Бүгінде 5200-ден аса студент сапалы білім алып жатыр. Жетісу университеті жер жанаты Жетісу өлкесіндегі білім мен ғылымның қара шаңырағы. Жарты ғасырлық мерейтойына айтулы жетістіктермен жетті. Ақиық ақын Ілияс Жансүгіровтің есімі берілгелі 45 жыл. Мерейтойлық іс-шаралар да айтулы тұлға ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Жетісу университеті білім мұхитындағы алып бір кемес бетті. Елімізде 120 жоғары оқу орны бар. Ілияс Жансүгіров атындағы ұжым көш басында келеді. Академиялық тұрғыда еркін, нарық бәсекесіне бейімделген. Нәтижесі көрнекі. Биыл көп салалы ұлттық университеттер рейтингісінде 4-ші орынды жеңіп алды. Ең негізгісі осы бізге енді алдымызда тұрған мақсат сапалы білім беру. Осы университеттің мамандықтарын әр бағдарлама бойынша бітірген студенттер жақсы жұмысқа орналасып, осы өнеріміздің экономикалық саласын дамытуға үлкен үлес қосса екен деп ойлаймыз. Сондықтан да осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Шетел мемлекеттеріне 96 мемлекетпен шартымыз бар университеттермен. Ең негізгісі олар Европа университеттері, Турция, одан кейін барып қазіргі бағытымыз өзгертіп жатырмыз. Сингапур мен Корея мемлекеттеріне осы бағытта дайындап жатырмыз бағдарламаларда. Сол мемлекеттерде келешекте осы академиялық ұтқырлықпен, ғылыми жобалармен бірге жұмыс істегелі отырмыз. Бір педагогикалық ұжым 40-тан аса мамандықты оқытып жатыр. 56% педагогикалық бағытта. Оқытушылық профессорлық құрам мықты. 22 ғылым докторы, 20 PhD, 102 ғылым кандидаты бар. Беделі биік, бағдары айқын білім ордасы. Университеттің жалпы соңғы осы 20-30 жылдағы дамуының нағыз куәгері өзіміз біз. Сондықтан сонау 2000 жылдардың басында алғаш университетке келген кездегіден бүгінгі университеттің материалдық, техникалық базасы болсын, ғылыми әлеуеті болсын, жалпы білімгерлердің алып жатқан білімінің сапасы, саны болсын, жаңағы бүгін деңгейі өте жоғары. Университеттің 50 жылдығына орай радиостудияның тұсаукесер рәсімі өтті. Оқу радиосында журналистика және ақпарат білім беру бағдарламаларының студенттері теориялық білімдердің тәжірибе түрінде шыңдай алады. Мұнда соңғы үлгідегі жабдықтар мен заманауи форматта жасалған құрылғылар орнатылған. Өте қуаныштымыз. Бұл жерде студенттер теорияда алған білім практикада шыңдай алатын болады. Өздеріңіз барлықтарыңыз көрдіңіздер. Заманауи технологиялармен жабдықталған. Атап айтатын болсақ, бізде авторлық бағдарламалар, телерадио жүргізушінің шеберлігі, одан кейін мамандыққа баулу деген пәндер өтеді. Осы пәндерді студенттер тек қана лекцияны тыңдамайды. Осында келіп, практикада осы жерде өздері монтаж жасай алады, одан кейін хабар дайындай алады. Сосын одан да бөлек барлық жұмыстарды осы жерде алып алатын болады. Жетісу университетінің журналистика мамандығының студенттерін осы оқу радио студиясының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Ендігі уақытта, алдағы уақытта біз теория мен практиканы осы жерде ұштастырып, көптеген биік белестерді бағындырамыз деп нық сеніммен айта аламын. Университет талай көрнекті әдебиет, мәдениет және ғылым қайраткерлерімен мақтанады. Соның бірі Қазақстанның халық қаһарманы Айдын Айымбетов. Мерейтойға орай ғарышкердің есімімен аталған аудиторияның ашылу салтанаты өтті. Айта кетейік, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісу облысына іс-сапармен келу барысында қазақ ғарышкерін облыстың құрметті азаматы атағымен марапаттады. Ғарышкер боп ерлігімен танылған Айдын атын бүкіл әлем біледі. Мой родственник, естественно, поступил к нам. Ең қызығы менің бауырым осы университетке түсіп өзінің ғарышқа ұшуымен біздің университеттің беделін көтерді. Қазақстанның бірде-бір жоғары оқу орнында ғарышкер білім алмаған. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Қазір Айдынның атымен аталатын аудиторияда тұрмыз. Бұл біз үшін жұлдызды сәт. Бүгінде шәкірттері тек Қазақстанда емес, алыс жақын шетелдерде қызмет етуде. Түрлі салада озық ойлары мен терең ұшқырлықтарының арқасында ерекшеленіп жүр. Салтанатты шарада университеттің бірқатар қызметкерлері облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттарымен марапатталды.
Жарты ғасырлық тарихы бар білім ордасы талай санлақтарды тәрбиелеп, мәртебелі мамандарды даярлады. Алға қойған мақсат міндеттері ауқымды. Бүгінде білім ордасы жарты ғасырлық мерейтойын лайықты табыстармен қарсы алды. Камила Тынштай, Надир Хамзин, Жетісу арнасы.